Сәлем достар, мен каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге керемет тәбетті ашатын тұздалған пияздың жасалу жолымен бөлісемін. Бұған көп нәрсенің қажеті жоқ. Пияз, тұз, бұрыш болса болғаны. Видеоны толық көріңіз және де тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен пиязды аршып жуып аламыз. Содан соң оны жақсылап тураймыз. Содан соң оның үстіне тұз сеуіп, ыстық су құямыз. Жақсылап араластырып, суды төгіп тастаймыз. Сол кезде пияздың өте қышқыл дәмі кететін болады. Содан соң оның үстіне қызыл бұрыш немесе қара бұрышты қосып араластырамыз. Біздің пиязымыз дайын болды. Кез келген қою тағамға қосып үйдегілерге тарту етсеңіз болады. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын.